Түсіліп ма? Mine berildi. Künü neyse yazılır. Ya endi qarаңыз керек. Endi qarаңыз. Manani еш нәрсесін өзгертіп кетсең, сол күйінде жібереді. Manani жібердік деген жауабын береді бізге. Қараңыздар, оның бәрі артында контроль бар, ойламау. Олар лақтыра салсын, олай емес. Енді сіз халық сену үшін халық мына мысалы Жылой аудандық әкімі осындай кісі мына халықтың мінезі мына халық осындай неге барып жер сатылмасын деген ұйымменен ұйғарыммен келіп тұр. Осы ненің жауабы қалай болады? Мына кісілер осындай қол қойып мен сізге беріп тұр деген әкім бұйрық берсін, біздер қол қояйық соның астына. Мүмкін черновик шығар анау лақтырып тастайды. Жоқ, міне осы жерде келіпсіздер ғой. Сіздер кім болып келесіздер екі ортада? Кімге апарасыздар? мен әкім емеспін. Міне Ол біздің адам. қараңызшы. Халықтың ортасында сөйлеп тұрған адам ол. Қараңызшы. Манағыдай емес, көбейіп кетіп еді, иә? Бұл халықтың адамы. Халықтың адамы. Кім бар? Айтсыңдар. Соны жерде шалақтай көбейіп кетіп еді, иә? Білмейтіндер қосылып жатыр, мен біліп отырмын, иә? Енді қара. Бір-бірлеп қосылып, оның бәрін бір-бірден қайта айту мүмкін емес нәрсе, иә? Қара. Мына жерге халық шықты. Бейбіт шеруге, бейбіт. Провокатор жоқ арасында, иә? Агитация жоқ, жүргізіп жатқан, азғырып жағдай. Оппозиция емес, және заңдылыққа сүйенді. Заңдылығында біздің шығуымызға құқымыз бар. Енді қараңыз, біз шыққанда айдалаға шыққан жоқпыз, біреудің шаштаразының қасына шыққан жоқпыз. Ауылдың патшасы ғой әкім, әкімнің қасына келдік. Еш жерден бөгет жасаған жоқпыз. Машиналарды білеміз қолымыздан. Біз қолымызға жала ұстап шеруге шыққан жоқпыз. Біз өзіміздің пікірімізді білдіргіміз келдік, білдірдік. Білдіргеннен кейін олар да алаңдады. Демалыс күн ғой бүгін, жан жақтан келді. Біз өз уәжімізді айттық. Олар өзінің қолынан келеді, өзінің уәжін айтты. Яғни бұл жерде біздің басты мақсатымыз біз Жылой халқы міне жазылып тұр аудан әкіміне жер сату мен жерді жалға беруге қарсымыз. Бұл жанайқайымыз бейбіт түрде шешіледі деп сенеміз. Және бұл қағазды біздің Құлсары Жылой несінің атынан Атырау облысы бұлар облысқа сосын ары қарай жаңағыдай жоғары жаққа дәл осы күйінде береді. Берген туралы міне бердік деп бізге жауабын береді. Тағы да басқа мәселелер қосының бәрін жауабын рет-ретімен беріп отырады бұл кісілер. Солардың қолынан келетін нәрсе сол. Қара, біз заңға сүйеніп отырмыз, бірақ біз бірінші заңды орындаған жоқпыз. Бірінші заңында біз рұқсат алуымыз керек заңдылығында. Рұқсат алуға олардың келіспегенге айтқан тыңдамай қарсы шығатын болса, шара қолданатынбыз деген жерін біз біліп отырмыз. Барлық жер солай болғаннан кейін біз тағы қалуымызға басқаша шешім бізде болмады, амал жоқ шықтық. Бірақ ұстап шыққан лозунгілерде бәрінде апанық жазулы тұр. Даже айтты сендер сөйлемеңдер, ең болмаса лозунгын ұсташы. Сөйлемесең, лозунгыда жазулы тұр. Біз жаңағыдай бүлікші емес екенімізді жер сатылмайды да, жалға да бермейді. Біздер бүлікші емес, жер сатылмайды. Жер сатылмайды. Берілмейді, мақсатымыз сол. Абылай атамыздан алып қалған жер мынау. Біздің ба? Бүткіл Қазақстан. Абылайды білесің ба? Абылай деп ұрандаңдар. Енді құттай тыныш шықсақтаңыздар. Енді мен айттым сіздерге, міне. Қол қойғандарынша қойдыңдар. Біз осын барын бере береміз. Бірақ айттық, тағы да қол қойшылар бар, ол артынан тағы да тіркеледі. Сосын айттым, қол қойғандар. Көп не қылмай, енді жайлап шаруаларыңа бара беріңдер. Сосын түнге қарай жиналмаңдар деп айтты. Қазір бір бүлікшілер кіріп кетеді деп бүлдіріп бір нәрсені тағы да қайталап айтайын, сосын айтады, мыналар міне күндіз мынандай қылды, заңмен келді, кешке қарата мынандай бүлік жасады деп біздің мына бастаған шаруамыз басынан бастап реттелмей қалуы мүмкін. Енді осының нүктесін, қорытындысын, нүктесін қойып, Жылой әкімі өзі сіздерге айтып, сіздерге неміз айтамыз деп шығып отыр. Соны тыңдаңдар енді. Тыныш айтсын, жайлап өзі айтсын. Тыныш шықсақтайық. Міне біздер таңертеңнен бері осы жердеміз. Өздеріңіз білесіздер. Өздеріңіз ортаңыздан
Turar Azamat keldi. Mikrofonda eshitілмей тұр, беріңдерші шартта. Қасында 3-4 азамат бірге болды. Бәріміз отырып сөйлестік. Ең бірінші мәселе жаңа айтқан жер мәселесі. Екі талап айтылды. Жер сатылмасын, екінші жер жалғада беріліп отырмыз. Бұдан басқа Тұрар жалпы Құлсарыға қатысты кейбір күнделікті тұрмыстық мәселелерді айтты. Ол тұрмыстық мәселелерді біз өзіміз айттық. Ол өзіміздің ішіміздегі шешетін мәселе. Қала әкімі бар, аудан әкімі бар, мәслихат бар, өздеріміз сайлан кешек. Солардың ішінде отырамыз, қоғамдық кеңес бар. Солардың ішінде отырамыз. Сіз ортада дәнекерсіз, сізді шақырамыз, сіз қасыңызға кімді қосқыңыз келеді? Сол адамдарды қосыңыз. Сосын жайлап сол мәселелерді бірте-бірте шеше берейік. Ол өзіміздің қолымыздағы мәселе. Ал енді жерге мәселе. Бұл осы қол қойылғандарымызбен түгел қазір біз алдық. Осының бетіне біз аудан әкімшілігі атынан дәл осылай қылып қатымызды қосамыз. Парламентке, облыс әкімшілігіне осындай аудан халқының осындай тілегі талабы бар. Осы сіздер қарап, шешу жолын бейбіт түрде деп жаңа жерде жазылып отыр. Шешу жолдарын табуыңызды сұраймыз деп біз жолдаймыз. Бұл тек қана біздің жылой емес. Дұрыс түсініңіздер, өздеріңізде WhatsApp-қа не көріп отырсыздар ғой. Бұл Қазақстан бойынша айтылып жатқан мәселе ғой. Сондықтан кейбір мына жігіттер асылып жасамаңыздар. Кім кепіл болады, кім тез жауап береді, орындайсың ба жоқ па деп. Оның бәрі парламенттің заңмен шешілетін мәселе ғой. Сондықтан сабырлық сақтайық, күтейік жауабын. Бір күндік, екі күндік мәселе емес. Әрі ол заң күшіне енбеген заң әрі оның үстіне. Сондықтан соған сабырлық сақтайық. Біз қазір Тұрармен бәрімен осы жөнінде сөйлестік. Енді осы мәселелердің бәрін бір нүктесін қойдық. Енді қазір мынандай тоқтамға келдік. Әркімнің әртүрлі өзінің күйкі тіршілігі бар, шаруасы бар. Енді біз өзіміз әркім шаруаларымызға жүрейік. Демалыс күні демалатындар демалысына барсын, семьясына барсын, отбасымен уақытын өткізсін. Ал жұмыс күндері итак жұмысымызды жасаймыз. Ал мына мәселені шешуде не ары қарата Тұрар арқылы байланыс жасап, міндетті түрде ауызша емес, жазбаша жауабын беріп отырамыз. Келістік? Мысалы, мына қараңызшы, шетел азаматына емес деп тұрмыз ғой. Ал 5 мың Қытай Қазақстан азаматтығын алып алды мысалы. Ол алады да через қазақ, например, подставной лицо сатып алады. Ал кім қайдан білесіз? Сен білесіз бе, мен білем бе? Мысалыға. Сосын акцияны саттыңыздар, иә? Акцияны бәрін саттыңдар ғой. Қазаққа саттың дейсіздер, қазаққа сатқан жоқсыңдар. Артында кілең, иностранецтер Қытайлар сатып алды ғой. Қайдан білесіздер мысалыға? Әртүрлі ойға бармайық, иә? Жаңа айтылған мәселелердің бәрі де естіген мәселелер. Менің біреуден естіген, сіздің біреуден естіген. Сондықтан біз әуелі жаңағы бірінші мәселені қойдық қой. Сол мәселені шешу жолын іздестірейік. Біріншіден екіншіге, екіншіден үшіншіге, одан төртіншіге кете бермейік. Ода ол мәселе бар ғой, басты мәселе айтылды. Алған бар ғой, іштен шешеді, өзіміз шешеміз. Ең басты жер. Ал осыған тоқтайық. Ар жағында иностранец тұрмауына кім кепіл, соны қадағалау керек. Жақсы. Так, рахмет барлығыңызға. Енді демалайық. Бұлай ғой. Ол осы сөз қазір айтылды. Бұл жерде қалады. Солай ғой. Сізге айтып тұр енді аға. Соны айтып Былай қойыңыз. Сіз айтасыз маған, иә? Осы жерде қалады, осы жерде қалады, қағаз қалады дейсіз. Мен айтам, қалмайсыз деймін. Енді жолы қандай? Мысалға, сіз кімге сенесіз? Сіз Тұрарға сенесіз. Дұрыс па? Міне айттым ғой, дәнекер Тұрар. Міне Тұрар, сізге біздің екеуміздің мына азамат бар, мына отырғандар бар, жеке менің атымдан бар, сізге өтініш. Мына қағаз аяқсыз қалмауын, сіз өзіңіз қадағалайсыз жүресіз. Келсесіз, келсем, бірақ ертең күні бұл қашпасын. Сізде, менде осы Құлсарыда тұратын адамдар. Мынаған баса айтады, мен шаруам жоқ дейді. Жоқ, ешқайсысы қашпайды деп ойлаймын. Осыдан кейін 1 жыл болсын, 5 жыл болсын, 10 күн болсын. Осы дүкенде, осы базарда, осы көшелерде бәріміз де бір-бірімізді көреміз. Сонда бір-бірімізден ұялмайтын болайық. Жоқ, енді құптай тұрады, енді бетек. Сіз Тұрарға бәрін айтасыз да. Құптай тұрысталайық, ағайындар. Тұрарға бәрін айтасыз. Мына жерде біздің Кенжойдың өзіміздің газетіміз бар ғой. Бар. Қазір енді Кенжойға беріп отырсыз. Халықтың бәрі тыңдап қарап отырсыз. Оқитындар Ол айтыңызда ойға қонады. WhatsApp-қа 21 ғасыр бәрін таратады десе, ол жерде тағы бір әңгімелер бар. Тіптікі Кенжой газетіне беріп отырса қазақ, бүкіл қазақ әріп танитын, көз көретін, құлақ еститін бәрі. Мына жерде кілең қарапайым
Қара қазақ келіп отыр. Үйде отырған Өзінің еліне. Benim жақсы түсіндім. Оныңыз ойда қонымды, оңызда Сізге көп рахмет. Мен даусым шүкір бар, жетеді. Енді былай, жиналғанда, манағы айтқан не ғой? Жұмысқа ешқандай кедергі жасамаңдар. Мен жиналайын деп жатыр. Мынау, ойбай, әкімшіліктің алдына келу керек деген болмасын. Жұмыстарымыз жасай берейік. Бәріміз де нан жеп отырық, семьямыз бағып отыр. Бірақ, міне, әкіміміздің өзіміздің жылойдың белді азамат отыр ғой. Бізге газетке каждый аптада 5-ші күн шыға ма? 5-ші күн жылойдың жаңалығын әкімшілік не істеп жатыр, соны беріп жатса, ешқандай мына жерде дедім. Дұрыс па? Жақсы, рахмет жігіттер, Қалмасын, арасын. Қалмайды, газет жүрген жерде қалмайды. Мына азаматтардың айтуы дұрыс. Жаңағы бостан-босқа не істемейік, қайта жинап босқа не істемейік, бір айтқан мәселені екі рет айта бермейік. Әркім өзінің шаруасын жасын, жұмысын жасын, семьясына көңіл бөлсін, тан ексін, үйінің айналасын тазаласын. Телевидение дейді, мына тұрған телефонның бәрі телевидение. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Жеріне болып отыр.